Рая. Жоқ. Ризалдың бұрыннан кездесіп жүрген қызы бар екен. Өз көзіммен көрдім, құшақтасып тұрды. Бұған шыдау мүмкін емес. Құдайыма рас па? Енді қайтсем екен Марияны. Бұл үйде бір сәтте қала алмайтын сияқтымын. Өз-өзіме келе алмай тұрмын. Тоқта, Сурая. Ол үйден ешқайда кетуші болма. Былай істе. Бетпе-бет отырып әңгімелеспесең болмайды. Шындықты айтуың керек. Әйел екеніңді жасырмай айт. Марияны, білесің ғой, ол бәрін ұмытып қалған. Маған деген сезімін, некеміз туралы. Қалай түсіндіремін? Қолымда ешқандай дәлел де жоқ. Сурая, қалай болғанда да айтуың керек. Уақытты бекер өткізбе. Қимылдау керек. Әйтпесе өкініп қаласың. Кім білет, бәлкім есіне бірдеңе түсер. Айтып көрсеңші. Ойластырып көрейін. Кеңсеге келіп, қатарға қосылғаның қандай жақсы болды. Тым болмаса, қасымда әңгімелесетін адам болады. Бәрін ұмыту үшін өзімді жұмыспен алдарқатпасам болмайтын сияқты. Иә, жұмыс адамның жұбанышы. Дегенмен, жұмыс бәрінен құтқарады деп ойлама. Раян, әр мәселенің өз шешімі әр түрлі болады. Өмірімде мән қалмаған сияқты. Есіме ештеңе түсер емес. Қасыңда мен бармын ғой. Раян, бәрін ақылға салып шешуің керек. Біз сені талай уақытқа жоғалтып алдық. Табылғаныңа қуанып жүрміз. Өзімізде не болғанын түсінбей қалдық. Сондықтан жағдайды дұрыс түсін. Білем, Ирина мен Хайкалдың арасындағы жағдайы маған оңай тиген жоқ. Дегенмен енді ол туралы сөйлескім келмейді. Жақсы. Мен ешқашан сенен артық нәрсе сұраған емеспін. Бұл жолы сұрайыншы. Енді ешқайда кетпеші. Шешеңді аясаңшы. Ерте ме кеш пе, бәрі өз орнына келеді. Көрде тұр. Жаратқан ем. Бір өзіңнен жәрдем сұраймын. Қандай күйде жүргенімді білесің ғой. Осының бәріне шыдарға күш бер. Мен сенің көмегіңе зәрумін. Өтінем сенен. Жаратқан ем, маған сабыр, шыдам, төзімділік бере көр. Бір өзіңе сеніп тәуекел еттім. Жүр, төменге түсейік. Жақсы, біз кеттік. Сау бол. Жақсы. Ризал, төрлет. Келгенің дұрыс болды ғой. Бүгін жұмысқа шықпайтын бедің? Иә, жұмысым бар. Бірақ сені әдейі іздеп келдім. Әңгіме бар еді. Артынан сөйлесе жатармыз. Дәл қазір қолым босамай тұр. Мына жерде жаңа мейрамхана ашылыпты. Керемет дейді. Бір барып көрсек қайтеді? Қалай ойлайсың? Роксана, ажырасу мәселесін ақылдассақ деп едім. Немене? Ажырасу? Шамсия тәте? Шамсия тәте? Шамсия тәте? Әй! Осылай амандасып, үйге жиі келтірсең қайтеді?
Қашаннан бері мені құрметтей қалғансыз? Жұрттың не деп жатқанын естіген жоқсыз ба? Не дейді? Кәрім Дагин бүгін дүкенін ашпапты. Қайда жүргенін ешкім білмейді. Сурая ұстатпай кетті. Маған ақшамды қайтар бұлай болмайды. Саған тегін ақша беретіндей байлығым тасып бара жатыр ма? Ақшаңның бәрін жұмсап қойдым. Болар іс болды. Енді саған беретін көк тиыным жоқ. Мені қорқытатын адам сен емес. Тапаншаңа сеніп тұрған сенде ақмақ екенсің, Шәмсия. Оның несіне таңғаласың? Кәрім Дагин өз дүкенін жауып қоюға қақы жоқ па? Ашам десе, жабам десе өз еркі. Ол үйінен де көрінбейді. Қалай таңғалмайсың? Ешкім көрген емес. Із-түссіз жоқ болып кетті. Мүмкін бұрынғы ауылына кетіп қалған болар, кім білсін. Жұрт та қызық. Біреудің дүкенін аңдығанша өз тірлігімен айналыспай ма? Дегенмен қызық. Кәрімнің дүкені еш уақытта жабық тұрған емес. Тіпті мейрам күні де ашық тұрады ғой. Енді келіп, бірдеңе болған анық. Ей, мен қайдан білейін? Оны бағып жүр ғой дейсің бе? Қайдан білем мен? Шәмсия тәте, олай деген жоқпын. Дегенмен, сіз оған Сураяны саттыңыз емес пе? Бірдеңе білуіңіз керек қой. Сураяға қатысты келісім болған рас. Бірақ оны соңғы рет қашан көргенімді де білмеймін. Жарайды, сонша ашуланғаныңыз нес? Terpisah ruang waktu, tetap cinta bersatu dalam hatiku. Walau raga kita tak mungkin bersama. Ризал, сен ажырасайық дейсің бе? Қалайша? Иә, Роксана. Не боп қалды? Бәр жақсы боп келе жатқан сияқты еді ғой. Ол сенің жеке пікірің. Мен олай дей алмаймын. Ризал Арман, қазір өміріміздің ең жарқын сәттері ғой. Кәсібің гүлденіп келеді, менің де табысым жаман емес. Енді не жетпейді? Бар мәселе сонда болып тұр. Сен тек мансабыңды ғана ойлайсың. Мен жайлы, біз жайлы ойлауды қойдың. Солай емес пе? Маған жан жылуы керек. Өтінемін, мені де түсінсеңші. Маған да оңай тиіп жүрген жоқ. Келісім шарттан аттауға болмайды. Мойным артылған жауапкершілік бар. Ал менің алдымдағы жауапкершілікті қайтесің? Уәдеңді ұмытып кеттің ғой. Толыққанды отбасы болып бала сүюіміз керек демеп пе едің? Сол қайда? Өтінемін. Сүйіктім, бұл туралы сөйлесіп едік қой. Мен қазір бала көтере алмаймын. Келісім шарт бойынша рұқсат жоқ. Дәл қазір жұмыстан кете алмаймын. Кеткен күннің өзінде менің орныма келетін адам жоқ қой. Сен бәрін түсінуің керек, Ризал. Біраз уақыт өтсін. Біз отбасымызды сақтап қалуымыз керек. Меніңше, бәрі түсінікті болған сияқты. Саған менен гөрі келісім шартта жазылған жауапкершілік маңыздырақ екен. Осымен доғарайық. Мен шаршадым. Нүктесін осы жерден қояйық. Осымен болды. Ризал, қымбаттым. Сүйіктім. Сүйіктім. Ризал. Ризал. Раян, қош келдіңіз.
түскі тамақ дайын тұр. Сізге тамақ сала берсін бе? Сурая, өтінем, Анита қайта салшы. Маған тамақты бөлмеме келсін. Көппен бірге дастарханда ішкіңіз келмей ме? Элина ханым тамақ ішпей сізді күтіп отыр. Анаңызды күттіріп қойып, бөлмеде жалғыз ішкеніңіз ыңғайсыз болады. Сурая, мен сенен ақыл сұраған жоқпын. Есіңде болсын, мен ешкімнің ақылына мұқтаж емеспін. Кешіріңіз, мырза. Жоқ. Қайта мен кешірім сұрауым керек. Ашуым сенен алғандай болдым ғой. Сенің кінәң жоқ. Мен кішкене өз-өзіме келе алмай жүрмін. Түсінетін боларсың. Роксана, менен не сұрайын деп едің? Таң қалып тұрмын. Ризал. Я, айта бер. Ол ажырасамын дейді. Бәрі бітті. Түсінесіз бе? Солай ма? Таңданатын несі бар, Роксана? Ертеме кешпе осындай жағдайға тап болатындарыңды біліп едім. Дегенмен дәл бұлай жылдан болады деп ойламаппын. Не дейсіз? Кешір, тым қатты кеткен сияқтымын. Сөзімді қайтып алайын. Егер сен мансабыңды ғана ойламай, бір уақыт ұлымада көңіл бөлетін болсаң, мұндай күйге душар болмас едің. Солай емес пе? Мен Ризалды сүйемін. Бірақ бұл менің мамандығым ғой. Өмірлік мақсатымнан бір күнде қалай бас тартамын? Мен бұл іспен мәңгі айналыспаймын. Мен әлі жаспын. Әзірге мүмкіндігім бар. Ризал екеуіңіз осыны түсінсеңіздер екен деймін. Бұл менің мүмкіндігім. Я, мен сені жазғырмаймын. Бірақ сен де түсін. Күйеуің жас бала емес. Ол да басқалар сияқты әйелінің күтімін көріп, жылулық сезгісі келеді. Егер бұл сенің қолыңнан келмесе, ол сол жылулықты басқа біреуден іздейтін анық. Ол сенің қасыңда аз уақыт жүрген жоқ. Мен солай ойлаймын, Роксана. Қателік өзіңнен кеткен сияқты. Апа, сізден бір сұрағым бар. Сонда Ризалдың басқа біреу бар ма? Жоқ. Бір білетінім бұлай жүре берсеңдер, түбінде көңіл жарастыратын, бала сүйдіретін біреуді жолықтыратын анық. Бұған күмәнің болмасын. Өмірді әділетсіз деп жазғыруға болмайды. Сен не қаласаң, өмір соны береді. Сурая, кешір, тәбетім тартпай отыр. Мұна тамақтарды алып кетші. Өтінем. Тіпті ауыз тимепсіз ғой. Дәмін көрсеңізші, сізге арнайы жасап едім. Ешкім келмейді. Ренжіме, дәмдекені көрініп тұр. Аздап тынығып алсам деп едім. Оңаша қалдырасың ба? Әй! Көзіңе қарасаңшы, қайда келе жатырсың? Кешіріңіз, ханым, байқамай қалдым. Кешірім сұраудың қажеті жоқ. Сен өзі соқыр сияқтысың. Ең үлкен кемшілігің осы, үнемі осы. Құдай саған мына көзді не үшін берді дейсің? Үстіме төге жаздады. Кешіріңіз, Раян мырза мені ешкім мазаламасын деп еді. Тіліңді тарта сөйле. Әкеңнің үйінде жүрген жоқсың. Маған қалай жүріп, қалай тұруды үйрететін кім едің? Өз орныңды біл. Өз жұмысыңды істе. Sampainya hatimu
Ханым, не болды? Сен керек болдың. Мен бос емеспін, өтінем. 1 минут күте тұрыңыз. Ханым, өтінем. Шыға тұрасыз ба? Мен бәрінде көріп тұрмын. Тоқтаңыз, сізді түсінбедім. Саған бір мүмкіндік туып тұр. Терезелерді неге ашпайсың? Қапырықта қалай отырасың? Терезеге тиіспе. Неге? Қараңғыны жақсы көрем. Жарайды. Сен үйді басыңа көтердің ғой. Даусың осы жерге дейін естілді. Жаңадан келген қызметшіге айғайладым. Білмеймін, соны көрсем жын көргендей болам. Раянды көрдің бе? Жоқ. Неге сұрадың? Шыныңды айт. Жоқ дедім ғой. Не болды? Өтірік айтпа. Ауырттың ғой. Жібер. Бізге не болды? Білмеймін, жібер мені. Сен оны әлде сүйесің ғой. Солай ма? Хайкал, есіңнен адастың ба? Раянға жолайтын болсаң, менен жақсылық күтпе, Ирина. Алдын ала ескертем. Менімен ойнама. Егер білсем екеуіңді доңдырмайым. Есіңнен адасқан екенсің. Аурусың. Мүмкін солай шығар. Енді түсінген шығарсың. Сондықтан менімен ойнама. Қойыңыз енді, өтінем, жетер. Бұныңыз не? Қойсаңызшы, ханым. Ханым, жетер енді. Өтінем сізден, маған тиіспеңізші. Не болды? Мен сияқты сұлу қызға қызықпайсың ба? Жоқ, қызығам ғой, әрине. Бірақ, ханым... Бірақ не болды? Мен мұнда жұмыс істеуге келдім ғой, ханым. Маған болмайды. Мырзаның көңілін қалдырғым келмейді. Болмайды. Кешіріңіз мені. Мырзаның көңілін дейсің бе? Ал менің көңілім ше. Ханым, түсінесіз бе? Мырза біліп қойса... Ханым. Ханым. Қайырлы күн, мырза. Қайырлы күн. Мырза, тамақ дайындайын ба? Үйден ішесіз бе, қалай? Не істейін? Енді ше, үйге келуімнің бірден бір себебі сенің қолыңнан дәм тату емес пе? Менің бе? Пісірген тамағымның көңіліңізден шығатыны мен үшін үлкен қуаныш. Қолынан келгенше тырысып жүрмін. Мұның жақсы. Менің сүйікті тағамдарының бәрін жасашы. Соның арасынан таңдап алайын, жарай ма? Жақсылап тойып алғанға не жетсін? Иә, мырза, барынша тырысам. Сіз кішкене тыныға тұрыңыз, мен жылдан пісіріп әкелейін. Жақсы. Бұл қалай болды, әйелім қайда жүр? Апа, жағдай ушығып барады. Енді қайтем, маған көмектесіңізші. Көмегіңіз керек маған. Өтінем, қойшы. Бүгін жолым болды. Көңіл күйімді бұзбаш. Бүгін мен Теңку Фарид мырзамен бірге түстендім. Апа, Хайкалға қатысты. Құдайым-ау. Біресе Хайкал деп келеді, біресе Раян. Өзіңде ақыл жоқ па? Біреуін таңдай салсаңшы. Апа, Хайкал өлтіремін деп қорқытты. Қойш енді. Баланың сөзіне сеніп қалдың ба? Бала ғой ол әлі. Саған құқай көрсететіндей кім екен ол? Тыңдаңызшы, апа. Мен Хайкалды білемін. Ашуланса көзіне қан толып кетеді. Өлтірем десе өлтіре салады. Жарайды. Ендеше әрекет ет. Бұл баланы
Енді жолыңда тұрмайтын да ету керек, Ирина. Міне сусын. Әйелім үйде жоқ па? Ас үйде емес пе? Маған бірдеңе пісіріп жатқан болар. Бірдеңе дайындап жатқан шығар. Жоқ, бірдеңе дайындай алатын бет. Тамақ дайын болғанша бөлмеңізге барып тыныға тұрсаңыз қайтеді. Шаршап қалған боларсыз. Жоқ, рахмет. Әйелімді күте тұрайын. Сағынып кеттім. Бүгінгі күні қалай өтті екен, соны сұрайын. Жарайт мырзам, ендеше тамақ піскенше күте тұрыңыз. Хайкал, мені сен ғана түсінесің, рас айтам. Жаным менің. Сен ғана. Ирина, Хайкал, бұларың не? Қазір бәрін түсіндірем, жарай ма? Қане түсіндіріп көр. Ашуланба, асықпай отырып сөйлесейік. Апа, бір амалын ойластырмасақ болмайды. Хайкал алған бетінен қайтатын адам емес. Қызғаныштан жарылғалы жүр. Я, білем. Апа, бүйте берсе түбімізге жетеді. Бәрі бітті дей бер. Иә. Тезірек жолын кеспесек болмайтын сияқты. Бізге ойлану керек. Не істейміз? Қашан отырамыз? Бұлай отыра беруге болмайды. Тездетпесек, Раяннан айырылып қалатын болдым. Қызым, меніңше саған басқаша қимылдап көру керек. Жігіттің басын айналдырып, сезімін ояту қажет. Ол үшін Хайкалмен кездесіп жүрген кездегі киімдеріңді қайта киіп көр. Немесе одан жақсы бірдеңе ойлап тап. Жоқ, апа, Раян мен Хайкалды салыстыруға болмайды. Ол кішкене басқа адам. Тырысып та көрдім, бірақ өзгерер түр жоқ. Солай ма? Иә, апа, есінен адасып жүргенде не болғанын кім білсін? Басқа біреуге көңілі кеткенде болар. Яғни басқа қызға ғашық болып қалған шығар. Мүмкін ғой? Мүмкін. Кім білсін? Бірақ оны қазбалап қайтесің. Дәл қазір сенің міндетің қалайда Раянның көңілін аулау. Сезімін қайтару. Түсінікті ме? Жоқ, оған әлі ерте. Одан бұрын Хайкалды тоқтатудың амалын ойластыру керек. Мені Раянға жолатар емес. Ендеше мейлі. Хайкалдан құтылудың жолын қарастырайық. Раян, мына жерден қараңды батыр. Хайкал тіліңе ие бол. Менде шаруаң болмасын, қараңды батыр бұл жерден. Хайкал! Жарай, түсінікті. Ол жағын маған қалдыр. Бір амалын табармын. Сен уайымдама. Апа, естіп тұрсыз ба? Иә. Жүр, барайық, апа. Саған не болды? Сонша шүйліккенің не? Адамша отырып сөйлесе қайда? Жоқ, сөйлесетін түгі жоқ. Көзіңді жоғалт деймін, даудамай шығармай жайына жүр. Даудамай дейсің бе? Дау шығарып жүрген мен бекем? Сен қателесіп тұрсың. Дауды бастаған мына сен. Ол сен кемес. Ол менің қалыңдығым. Иә, сезікті бұрын секрет. Пиғылыңды білем. Мен оны саған бермеймін. Ақылыңнан адасқан күйі оралмауың керек. Құдайым-ау, апа! Мыналардың естері дұрыс па? Төбелесіп жатыр ма? Апа, енді қайттым. Мынаны көрсе Елена ханым мені өлтіреді. Бірден естеңіз. Менің қолымнан не келеді? Фарид мырзаны шақырыңыз. Тезірек, апа, тезірек. Барыңыз. Иә, жарайды. Чечей, үйдегі адал қызметің үшін алғыс айтам. Бұл бар болғаны менің міндетім ғой.
әйелім қайда жүр? Қайда баратынын айтқан жоқ па саған? Сен бе? Жұмысқа барған жоқсың ба? Не болды? Шашыңа не болған? Сүйіктім. Мырзалар, қойыңыздар. Болды, қойыңыздар. Раян, Хайкал, қойыңыздар дейм. Сіздерге не болды? Раян, Хайкал, өлтіресіңдер ме бір-біріңді? Болды енді. Раян, сұмдық-ай. Раян, Хайкал, доғарыңдар. Доғарыңдар енді. Бұл не сұмдық? Неге аңырып тұрсың? Қайда жүрсің? Не істеп жүрсің, сүйіктім? Мен? Бөлмеңізден енді ғана шыққан екенсіз ғой, солай ма? Ванида, жарқыным ау, саған не болды? Ванида, өтінем айт. Доғарыңдар, қойыңдар. Мен үшін төбелесіп жатқандарымды көргенше өлгенім артық. Бұлай өмір сүргім келмейді, жетер енді. Ирина, көңілің алма, кел сөйлесек, өтінем. Абайла. Жоқ, осы 40 пышақ болғандарыңда жетет. Мұндайға енді төзе алмайым. Басымды босатыңдар. Ирина, жоқ, Ирина. Ирина, жоқ, өтінем, тоқта. Ирина, ағмақ болма. Сабыр ет, қолыңдағыңды маған берші. Өтінем. Қызым, сабыр ет. Кешір. Ирина. Құдайым-ай, не болды? Ванида, өтінем. Жауап берші, не болды? Ештеңе? Бүгін күн ерекше ыстық. Желдеткішті де, салқындатқышты да қостым. Сонда да терлеп жүрмін. Сұмдық ыстық. Мұнда неге суға түсіп шықпайсың? Жеңілдеп қалар едің, су деген жақсы ғой. Иә, бірақ қолым тимеді. Оның үстіне ойыма да келмепті. Сен еркін адамсың. Не істеймін десең де өзің білесің ғой. Маған әйтеуір сенің бақытты болғаның керек. Неткен сұлусың, жаным мен. Жарайды, білемін. Білгенде осылай дейтініңді білгем. Екеуміз бірге суға түссек қайтеді? Көпіртіп су дайындайын. Кереметсіңіз. Жара, сенің осы бір тапқырлығыңды жақсы көрем. Ақылың көп әйелсің ғой. Жақсы көрем, жара. Қызық екен. Жүрегім сезеді, мұнда бір гәп бар. Ирина, неге үйттің? Неге мені тастап кеткің келді? Раяна, өзіңе берік бол. Жылауға ерте. Өміріне қауіп төніп тұрған жоқ. Өз көзіңізбен көрдіңіз ғой. Көп қан кетті. Не боларын бір Құдай біледі. Қалай уайымдамаймын? Менің қызым ғой. Қасында қаламыздағы ең мықты дәрігерлер жүр. Жылай бергенше амандығын тілейік. Жарай ма? Сабыр ет, Раяна. Иринаның өміріне қауіп төніп тұрған жоқ. Сауығып кетеді. Иринаның осындай күйге жеткізген сендерсіңдер. Осыдан қызыма бір нәрсе болсын, сендерді кешірмеймін. Раяна, кешір. Тым асып кеттің. Ешкім оған жамандық ойлаған жоқ. Ал сен аузыңды жап. Сенің де кінәң бар. Хайкалға Иринаға үйлен деп айтқан сенсің. Әйтпесе мұнда сүмірейіп тұрмас едік. Немене? Апа, жетер енді айғайламаңдар. Бір-біріңді айыптағаннан не табасыңдар?
Тәте, артық кетпеңіздер, тынышталыңыздар. Әйтеуір Ирина сауығып кетсе болған. Қалған сосын көреміз. Иә, рахмет Хайкал. Чуе, саған бірдеңе айтсам деп ем. Бұл қарындасыңа қатысты. Менің жүрегім бір сұмдықты сезіп жүр. Не болды, әжей? Айтқым келмеген ет, бірақ айтуға тура келіп тұр. Қалай десем екен? Сосын Ирина алды да өз қолын тіліп жіберді. Қарай көр, өтірік істеген болар. Ол өзіне қол жұмсайтын адам емес. Өтірік істеді деп ойламаймын. Ақылға сыймайды. Сурая, сен Иринаның қандай адам екенін білмейсің. Дегеніне жету үшін қулық сұмдықтың түр-түрін ойлап табады. Дегенмен сол үшін өз қолын өзі кеспейтін шығар. Мен олай ойламаймын, Анита. Оның қолынан бұдан да зорғысы келеді. Есіңде болсын. Одан аулақ жүр. Мариана, мен сенің не бітіріп жүргеніңді білдім. Әлгі бір сүмелекпен қыдыру үшін жұмысыңнан айырылдың. Енді қайталанбайды деп уәде беріп едің ғой. Не болды? Тағы да әжейме қоңырсытып жүрген? Кім айтса да бәрібір ғой, Мариана. Әлде басқа біреу айтса бірден өзгере ме? Чуе, ешқандай да дәлелің жоқ қой. Босқа айғайлай бермеш. Даурыға берме. Сен не? Әжей өтірік айтады деген келіп тұр ма? Жұмысқа бармағаның өтірік па сонда? Жігітпен бірге қыдырғаныңды ойдан шығарды ма? Қане, жауап бер. Жарайды. Я, мен жігітпен қыдырдым. Естігін келген осы ма? Берген уәден қайда қалды? Сонда достарымен қыдыруға да болмай ма? Біз мұнда түнгі клубтарды аралап, демалу үшін келген жоқпыз. Жұмыс істеп жағдайымызды жақсартуға келдік. Апама не дегеніміз есіңде болар, Марианна. Әлде ұмытып қалдың ба? Сонда бұл өмірде көңіл көтеруге болмай ма? Өзіңнің не білдіріп жүргеніңді түсінесің бе? Жарайды, болды. Енді жұмыстан қалмайым. Кешір. Бірақ мен кішкентай қыз емеспін. Сен де соны түсін. Чуе, мен оғынуым керек. Солай ма? Сенің өскеніңді байқамай қалған екенмін ғой. Ненің ақ, ненің қара екенін ажырата алады екенсің. Демек қалай өмір сүру керектігін білесің ғой. Керемет. Тым болмаса дос деуге лайық жібі түзу біреуді таба алмадың ба? Кері қарай емес, өрге қарай сүйрейтін. Мысалы, Амира сияқты адам құрып қалды ма? Қойшы, ол жаман адам емес. Мен адамды бір көргеннен таним. Науфал дұрыс адам емес, Марианна. Ол сенімен дос болғандықтан жүрген жоқ. Әйтеуір көңіл көтеру үшін ғана жүр. Кез келген уақытта бұрылып кете береді. Осы есіңде болсын. Раян, бір жағына шығатын уақыт жетті. Тезірек Иринаға үйленбесең болмайды. Тәте, бұл мәселені дәл осы жерде талқыламай қоя тұрайықшы. Жоқ, дәл қазір айтылу керек. Ол сені жақсы көреді. Ол тек сені жақсы көреді. Хайкалға тек мәжбүрлегендіктен барды. Илинаның кесірінен солай болды, Раян. Есіңде болсын. Хайкалға ой салған сенің анаң. Немене? Иә. Сен арамызға қайта оралдың. Екеуіңнің де бастарың бос. Ирина сені әлі де күтіп жүр, Раян. Ал Елена жағдайды қайта ушықтырғысы келеді.
Алаңдайтын ештеңе жоқ. Көп қан жоғалтқан екен. Дегенмен, қауіп жоқ. Рахмет. Біз оған дәрі бердік. Қазір демалып жатыр. Бәріңіз емес, бір-бірден ғана кіріп шықсаңыздар болады. Жақсы дәрігер. Көп рахмет. Рахмет. Мен бірінші кірейін. Тұра тұр. Алдымен мен кірем. Хайкал, Ирина. Мұның қалай? Сен не істедің? әжей, Мұнда жүр екенсің ғой. Іздеп таппай жүрсем, қайда кетіп қалдың? ескертіп қояйын. Мен туралы неше түрлі қауесет таратқаныңызды қойыңыз. Қарай көр өзін, тілің шығайын деген екен. Үлкенге деген құрметің қайда? Сонда ештеңе демеуім керек екен ғой. Солай ма? Қараш өзін. Әжей, өтінемін, сөйлеме деп тұрған жоқпын. Мен туралы сөз тасымаңыз деймін. Ішіңіз пысып сөйлескіңіз келсе, адам көп. Тігінші дейсіз бе, даяшы дейсіз бе, толып жатыр. Не деп тұр мынау? Мен саған жаманды ойлайды дейсің бе? Жақсы мен жаманды айыра білсе екен деймін. Куала-Лумпурда неше түрлі адамдар бар. Бәрін дос көре берме. Сен адам тани алмайсың, ал біз танимыз. Оның үстіне жұрт жұмыс таба алмай жүргенде сен жұмысыңды тастап, құр сандалып жүрсің. Ұқтың ба? Мен осыны ғана айттым сенің ағаңа. Онда тұрған не бар? Енді менің ісіме араласушы болмаңыз, өтінемін. Бәрінен шаршадым, қаным қайнайды. Шаршап кеттім. Қаның қайнаған екен ғой. Тұра тұр кішкене. Мариана, міне саған. Қаның қайнаған екен ғой. Қалай, жеңілдеп қалдың ба? Раян. Раян. Құдайға шүкір аман есенсің. Мұның не, Ирина? Мәселені мұндай жолмен шеше алмаймыз. Ақылға келіп, асықпай отырып шешуіміз керек еді. Бұлай сезімге берілуге болмайды. Сен қателік жасадың. Кешір, Раян. Білем, менікі дұрыс болмады. Сендерді бір-біріңе жау еткенше құрып жоғалайын дедім. Сабыр ет, ашуланба. Сен жазылған соң бұл мәселені ақылмен отырып шешеміз. Өз бауырыммен қашанғы жауласа бермекпін. Мен тек сені сүйем, Раян. Саған деген сезімім ешқашан өзгермейді. Сенің жоқтығың маған қалай ауыр деген білесің ғой, Раян. Ирина. Рас айтамын, сен кетіп қалғанда талай уақытқа дейін өз-өзіме келе алмай жүрдім. Сені ұмыта алмадым, үйге сыймадым. Хайкалға барғым келмеді. Бірақ апам үйден кетпеш деп өтінген соң қалдым. Оның басқа жоспары барын сездім. Бұлай болады деп кім ойлаған, Раян? Болды, Ирина, тыныштала. Саған қазір жақсылап тынығу керек. Сен әлі де мені сүйесің бе? Ирина. Жоқ, алдымен жауап берші. Сен мені әлі сүйесің бе? Бұл туралы кейін сөйлесеміз. Тынығып ал. Сен әлі де менің күйеуім болғың келе ме? Ирина, саған алқынуға болмайды. Өтінем, жатып тынығып ал. Өтінем, сүйем деп айтшы. Үйленгім келеді деші. Өтінемін. Ирина. Раян, Сабыр етші. өтінем.
Раян, өтінем, үйленейікші. Мені ғана сүйетініңді білем. Ирина, тынышталшы енді, өтінем. Өтінем. Тастамашы мені. Мені сүйетініңді білем. Өтінем. 20 бөлімнің соңы 2016 жыл.